Саламатсыздар ма балалар? Мен Ыбырай Алтынсарин атындағы номер 25-ші жалпы білім беретін мектебінің химия пәнінің мұғалімі Сағатбекова Гүлмира Бақытбековна. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жану, оксидтер, оксидтердің жіктелуі мен қасиеттері. Балалар, енді ойланайық. Қазір алдарыңызда екі сұрақ болады, сол екі сұраққа жауап беріңіздер. Ағаштың жануы қандай құбылыс? Қайшам сөнеді және неге? Жақсы, ондай болса мынандай қорытынды шығады. Жану заттардың оттегімен әрекеттесуі, жарық және жылу бөлінетін, бөле жүретін химиялық реакция. Бірінші сұрақтың жауабы, ағаштың жануы қандай құбылыс деген сұрақтың жауабы, бұл химиялық құбылыс. Қайшам сөнеді және неге деген сұрақтың жауабына келетін болсақ, шыны ыдыспен жабылып тұрған майшам сөнеді. Себебі оттегі жетіспеді. Ал оның жанында тұрған екінші майшам жана береді. Себебі онда ауада тұрған оттегі бар. Ал енді балалар, мынаны дәптерімізге жазып алайық. Жану және баяу тотығу. Яғни бұл табиғатта жүретін екі құбылыс, екеуінің айырмашылығы қандай? Жану дегеніміз заттардың жылу және жарық бөліп тотыға жүретін химиялық реакция. Заттар жанған кезде жарық және жылу бөлінеді екен. Ал баяу тотығу деп кейбір заттардың оттегімен баяу әрекеттесуі және сол кезде тек біртіндеп жылу бөле жүретін үдерісті айтады. Бұл мысал үшін табиғаттағы қидың шіруін мысалға келтіруге болады. Сөйтіп балалар, жану бұл заттың оттегімен әрекеттесуі. Заттардың оттегпен әрекеттесу реакциясы тотығу, ал реакция өнімі оксидтер деп аталады. Заттар жанғанда оксидтер түзіледі. Яғни мына сызба нұсқадан заттардың жанып, яғни жану дегеніміз бұл оттегімен әрекеттесуі деп айтып жатырмыз. Нәтижесінде оксидтер түзіледі. Мысалы, көміртегі оттегімен әрекеттесу нәтижесінде көміртегінің 4 валентті оксиді түзіледі. Оксидтер деп екі элементтен тұратын және біреуі оттегі болып келетін күрделі затты айтамыз. Осы анықтаманы дәптерлеріңізге жазып алуларыңызға болады. Және де кез келген зат ауаға қарағанда таза оттегінде жақсы жанады. Оны мына бейне жазбадан көрулеріңізге болады. Жай заттар мен күрделі заттардың жануы. Яғни біз білеміз, заттар екіге бөлінеді, жай және күрделі болып. Жай заттар оттегінде жанғанда бір ғана оксид түзіледі. Мысал үшін, күкірт оттегімен әрекеттескенде бір ғана зат күкірт оксиді түзіледі. Күрделі зат дегеніміз екі немесе одан да көп элементтен тұратын заттар. Сондықтан күрделі заттар жанғанда оның құрамына енетін элементтердің оксидтері түзіледі. Сіздердің алдарыңызда күкірт сутектің жануы, яғни оттегімен әрекеттесу кезінде, яғни екі элементтен тұрғандықтан күкірттің оксиді және сутегі оксиді түзіліп тұр. Балалар, оксидтердің жіктелуіне тоқталайық. Оксидтер тұз түзетін және тұз түзбейтін болып екіге жіктеледі. Тұз түзетін оксидтердің өзі 3
үшке жіктеледі. Негіздік оксидтер, қышқылдық оксидтер және екі ұдайлы оксидтер. Негіздік оксидтер бұл периодтық жүйедегі бірінші А және екінші А топ элементтерінде орналасқан элементтерден түзіледі. Яғни ол сілтілік металдар және сілтілік жер металдарынан. Оларға мысалы натрий 2O, кальций О, магний О жатады. Қышқылдық оксидтер бейметалл элементтерінен түзіледі. Мысалы SO2, SO3, CO2. Екі ұдайлы оксидтер бұлар қосымша топ металдары және үшінші А топ металдарынан түзілген оксидтер. Мысалы цинк О, алюминий 2O3, бериллий О. Тұз түзбейтін оксидтерге мысалы NO, N2O және CO жатады. Оксидтердің алынуына тоқталатын болсақ, оксидтер бірнеше түрлі жолдармен алынады. Жай заттардың оттекпен тікелей әрекеттесу нәтижесінде, оксидтердің ары қарай тотығу нәтижесінде, суда ерімейтін негіздерді қыздырған кезде, тұздарды қыздырып айыру кезінде және күрделі заттарды жағу кезінде оксидтер түзіледі. Олардың реакциялары осы берілген слайдтың оң жағында көрсетіліп тұр. Балалар, енді оксидтердің химиялық қасиеттеріне тоқталайық. Балалар, мына жерде сіздер сызба нұсқа көріп тұрсыздар. Бағана айтып кеткендей, оксидтер үшке жіктеледі. Негіздік оксид, қышқылдық оксид және екідайлы оксид. Әрқайсының өздеріне тән химиялық қасиеттері бар. Мысалы, негіздік оксид сумен қосылған кезде нәтижесінде сілтті түзіледі. Негіздік оксид қышқылмен қосылған кезде тұз және су түзіледі. Негіздік оксид қышқылдық оксидпен қосылған кезде тұз түзіледі. Бұл осы қасиет негіздік оксидтер мен қышқылдық оксидтерге ортақ қасиет. Ары қарай қышқылдық оксид сумен әрекеттескенде қышқыл түзіледі. Қышқылдық оксид сілтімен әрекеттескенде тұз және су түзіледі. Ал енді екідайлы оксидтер қышқылдықта негіздікте қасиет көрсетеді. Нәтижесінде қышқылмен әрекеттескенде тұз және су және сілтімен әрекеттескенде тұз және су түзіледі. Енді жаңағы сызба нұсқаны реакция теңдеуімен көрсететін болсақ, негіздік оксидтердің үш химиялық қасиеті бар екенін білдік. Негіздік оксидтер сумен әрекеттесіп, негіз түзеді. Яғни екі реакция теңдеуі берілген, натрий 2O қосылған H2O тең 2 молекула натрий OH. Кальций О қосылған H2O тең кальций OH екеселенген. Негіздік оксидтер қышқылдармен тұз және су түзіп әрекеттеседі. Магний оксиді қосылған H2SO4 тең магний SO4 қосылған H2O. Барий О қосылған 2 молекула H-хлор тең барий хлор 2 қосылған H2O. Негіздік және қышқылдық оксидтер өзара әрекеттесіп тұз түзеді. Кальций О қосылған CO2 нәтижесінде кальций CO3 түзіліп тұр. Барий О қосылған силициум О2 тең барий силициум О3. Қышқылдық оксидтердің химиялық қасиеттері. Қышқылдық оксидтер сумен әрекеттесіп, оттекті қышқылдар түзеді. Мысал үшін, SO3 қосылған H2O тең H2SO4. P2O5 қосылған 3 молекула су, нәтижесінде 2 молекула H3PO4 түзілген. Қышқылдық оксидтер негізбен әрекеттесіп, тұз және су түзеді. Негіз натрий 2OH, 2 молекула натрий OH қосылған SO2 тең натрий 2SO3 және су H2O. Кальций OH екеселенген қосылған CO2 тең кальций CO3 қосу H2O. Үшінші қасиеті, негіздік оксид пен қышқылдық оксид өзара әрекеттесіп, тұз және су түзеді. Бұл негіздік оксидтер мен қышқылдық оксидтерге ортақ қасиет. Силициум О2 қосылған кальций О тең кальций силициум О3. Екі дайлы оксидтер негіздікте қышқылдықта қасиет көрсетеді. Мысалы, цинк оксиді қышқылмен әрекеттесіп H2SO4 пен, нәтижесі цинк SO4 қосылған H2O түзіліп тұр. Цинк оксиді
цинк О негізбен әрекеттесіп, натрий 2, цинк О2 қосылған H2O түзіліп тұр. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет.